Бүгінгі біздің видеомыз жеміс ағаштары неліктен оянбайды, жас көшет отырғызғаннан кейін неліктен өспейді деген сұрақтар көбейіп кетті. Соңғы кезде сол сұраққа жауап беру болады бүгін. Енді жеміс ағаштарыңыз, көшеттеріңіз отырғызғаннан кейін оянбай жатырса, оның екі ғана себебі бар. Оның екеуі де тамырмен байланысты. Тамыр жүйесі немесе қатты зақымданған, қазып алған кезде, немесе сату нүктесінде сатып тұрған кезде олар немесе тамырлары қурап кеткен. Осы екі ғана себеп болуы мүмкін, басқа ешқандай себеп болмайды жеміс ағаштарының оянбай жатуына. Енді тамыр қурап кету жағына, кеуіп кету жағына келетін болсақ, бізде әлі күнге дейін трасса бойында көшеттер сатып тұрған көшеттерді көреміз. Ал енді мынау өсуді қараңыз, 30 сантиметрден асса жеміс ағаштары өсіп кетті. Наурыз айының басында сатып алынған көшеттер әлі сол күйі тұр. Олардың жағдайын енді өздеріңіз олай ойлай беріңіздер. Ол енді айлап тұрған көшеттер қазып алынғаннан кейін. Айды былай қойғанда, ол қазып алынған көшеттер күн астында немесе желде 1-2 сағат қалып қалса, соның өзі жеткілікті олардың тамырының істен шығуына. Одан кейін оларды сіздер алып келіп отырғызғаннан кейін олар әрине оянбайды. Ол бірінші себебі көп жағдайда тамыр қурап кетеді, немесе тамыр жаңағыдай күнде қалады, немесе желде қалады. Сондықтан ол қурап кетіп, өзінің жұмысын тоқтатады, сондықтан көшет оянбайды. Ал енді екінші себебі тамыр өте қатты зақымданады. Осы сияқты жеміс көшетін егерде қазып алушы адам, біз қараңыздар, мынау өзі 2-ақ жылдық көшет отырғызғанына. Енді бұның тамырлары қай жерде бұның үстіңгі жағында бұтақтар болса, осы жақта бұның тамырлары кем дегенде жарты метр 70 сантиметр жан жаққа тарап кетті бұның тамырлары. Осындай көшетті қазып алған адам, оны 70-60 сантиметр, жарты метр ондай жерде ешкімде қазбайды, күректі мына жерден салады. Тақап тұрып салады, әрі кетсе бір 30 сантиметр, 20 сантиметр. Одан кейін сол жерде бар тамырды ғана қазып алады. Осы жерде қалған тамырлар 20-30 сантиметр. Одан кейін үсті жағын қараңыздар қандай. Сіздер осы көшетті алып келіп отырғызасыздар. Отырғызғаннан кейін мен үнемі айтып жүрмін, көшет отырғызу, ана жол түсірдім, оған дейін де түсірген видеоларым бар, көшет отырғызу жайлы. Көшетті сатып алып келіп отырғызғаннан кейін міндетті түрде оны кесуіміз керек. Егер де осы сияқты жан жаққа тарап кеткен дәу-дәу бұтақтар болса да, бұлардың барлығын біз өте қысқа алып кесіп тастауымыз керек. Немесе мына шығу бұрышы тік болса, оны толық алып тастасақ та болады. Біз осындай биіктікте кесіп 80 сантиметр, 90 сантиметр биіктікте кесіп, қалған бұтақтарын өте қысқа қылып кесіп тастауымыз керек. Сол кезде ғана біз үсті мен астын сәйкестендіреміз. Сол кезде ғана анау бар тамырдың, қалған тамырдың осыны оятуға күші жетеді. Өйткені ол мына қанша бүршік, қанша бұтақ, оларды қамтамасыз етіп тұрған тамырлары жоқ. Сондықтан не істейді? Сіздер осы үстіңгі жағын кеспегендіктен, ол бар тамырдың, аз ғана тамырдың бұлардың барлығын оятуға күші жетпейді. Содан кейін ол тұра береді, жартылай шығады да әрі қарай күші жетпей тұра береді. Сондықтан да жеміс ағашын алып келіп отырғызғаннан кейін міндетті түрде оларды өте қысқа қылып кесу керек. Мына бұтақтарды олар қайтадан шығып, қайтадан қалыптастыруымыз керек. Асты мен үстін сәйкестендірмесек, көшет ешқашан өспейді. Мен 99% көріп жүрген көшеттер, тамыр жүйесі солай зақымданған көшеттер сатылады. Одан кейін келесі жағдай, егерде тұрып қалған көшеттерді алатын болсаңыздар, оны алып келіп 2 сағаттай суға салып қою қажет. Тамыр жүйесі, кішкене құрғап кеткен тамыр жүйесін арыздап болса да қалпына келтіруге ол да көмектеседі. Кейбіреулерде ой болуы мүмкін, мынау жоғарғы жағы су қалды, немесе жоғарғы жағында бірдеңе болып тұр, немесе стресс болып тұр, сондықтан оянбай жатыр деген ой болуы мүмкін. Олардың бәрі бекер. Мен айтқан себеп сол тамыр жүйесі ғана бұл жерде өте мықты рөл ойнайды. Бұл үстіңгі жағы сау көшеттің қурап кетуі немесе үсік алып кетуі мүмкін емес негізі. Ондай жағдай болғанда да, егерде тамыр жүйесі мықты болса, тамыр деген ол бір насос, өте қатты давлениемен, қатты қысыммен ол суды, шырынды айдайды. Сол кезде мына үстіңгі жағында дерлік мынаған дейін қурап кетті дей қояйық, жарайды. Ол үсіп кеткен бірдеңе болған болса, мынаған дейін болса, ол мына жерден міндетті түрде бүршіктерді
атып шығара бастайды. Тамыр мықты болу керек ең бастысы. Егер де ол мынаған дейін үсіп кеткен, қурап кеткен болса, мына жерден шығара бастайды. Ол үстіңгі жағынан болу мүмкін емес. Егер де үстіңгі жағында бір проблема болса, ол міндетті түрде ол білінеді, мына жақтардан бастайды. Ал енді оянбай, бүршіктері кішкене ашылып, ары қарай жүрмей тұрған жағдай, ол тек қана тамыр жүйесінің зақымдануы немесе тамыр жүйесінің құрғап кетуі. Ал енді бұл жағдайда не істеуге болады, қандай амал істеу керек деген нәрселер болса, көбі сұрайды, не шашсақ болады, не берсек болады, қандай азық. Біреулер ойлайды, енді азық берсек, қандай да бір элементтерді берсек, ол енді тез оянып кетеді. Жоқ, ол бекер. Егер де сіздер қоректік элементтерді беретін болсаңыздар, тамырдан немесе үстінен шашып, минералдық тыңайтқыштар, ол ешқандай да көмектеспейді. Керісінше ол одан сайын жағдайды қиындатады. Өйткені минералдық тыңайтқыштар, жеміс ағаштар жұмыс істемей тұрған кезде тамыр айналасында көп болса, ол тамырдағы бар жоқ ылғалды өзіне тартып алады да, бұларда шөлдеу болады. Керісінше бұлар өзінің бойындағы шырынды, ылғалды одан сайын жоғалтуға алып келеді. Одан кейін ондай көшет ешқашан өспейді, қурайды. Сондықтан да өспей тұрған көшетке ешқашанда біз минералдық тыңайтқыштарды бермейміз. Мен әрқашан айтып жүрмін, минералдық тыңайтқыштарды біз көшет өсіп бастағаннан кейін, тамыр жайып, кішкене болса да тамырлары орнығып алғаннан кейін үсті жағынан береміз. Мен шұңқырға да салмаймын минералдық тыңайтқышты, және де өспей тұрған көшетке де ешқашан минералдық тыңайтқыш салуға кеңес бермеймін. Сондықтан да бұл жерде біздің жасайтын жұмысымыз үнемі тамыр айналасының ылғалдығын ұстап отырамыз, үнемі су құйып отырамыз. 3 күннен болсын, 2 күннен болсын, күнара болсын. Енді ең бастысы бұл жерде топырақ қорғап кетпеу керек, және де балшық та болып кетпеу керек. Біз оянбай жатыр деп көп су құйсақ, ол жер балшық болып кетсе, ол да тамырға жаман, бар жоқ тамырды ол шертіп жібереді. Қорғап кетсе, ол да жаман, өйткені өзі әлсіз тамырлар одан әрі қарай дами алмай қалады. Сондықтан да ылғалдықты біз шама мөлшерінде ұстаймыз. Енді ылғалдықты қалай көруге болады шамамен, енді топырақты алып қолыңызға қысқан кезде, ол мынандай балшық сияқты мыжылып қалмау керек. Кішкене ғана бірігетін болу керек, және де былай тастаған кезде биіктіктен ол ыдырап кететін болу керек қайтадан. Сол негізі ең шама нормасы. Енді көзбен де оны байқайсыз, негізі кішкене шұқып қарасаңыздар, ең бастысы балшық болып қалмау керек, және де қорғап кетпеу керек. Осы нәрсе ғана көмектеседі. Одан басқа ешқандай да бір чудо средствоны қолданып көшетті оятып алу мүмкін емес. Ал енді стресс жағдайлар болса, өсіп тұрған көшет, сіз енді құрғақ топыраққа минералдық тыңайтқыштарды бердіңіз, одан кейін ол өсуін тоқтатып қалды, бұрын өсіп тұрған еді. Сол жағдайда ғана қандай да бір элементтерді қолданып, оларды стресстен шығаруға болады. Ол үшін біз янтарный кислотаны суға ертіп, инструкция бойынша оны шашсақ болады, немесе эпин экстра, қателеспесем, эпин деген препарат бар, соны да біз жапырағынан бүркіп, оны стресстен шығарсақ болады. Ол енді өсіп тұрған көшетті стрессқа кіріп кеткен кезде, өсу тоқтап қалған кезде, сол кезде жасалатын нәрселер. Ал енді оянбай жатқан, өспей жатқан көшетке ештеңе де жасай алмаймыз. Енді кейбіреулер сенбеуі мүмкін, бос сөз айтып тұр, тағы бірдеңе деген сияқты. Бірақ та мен енді өз тәжірибемнен шығып айтып отырмын. Осы 2-3 жыл ішінде мен 500 шамасында көшет отырғызған шығармын өз қолыммен. Біреуге отырғызып емес, өз қолыммен отырғызған сондай 500 шамасында көшет отырғызғанмын. Мен оларды бақылағанмын. Жалпы мен 10 жыл көлемінде жалпы тәжірибе бар. Сондықтан да тәжірибем бойынша жағдай солай. Ана жолы маған да біреу айтады, мен жеміс көшеттерін отырғызудағы маңызды және де қажетсіз нәрселер дегенде, мен ең маңызды нәрсе деп ол жерде мына жоғарғы бұтақтарды кесуді айтқан болатын. Сол кезде бір кісі маған жазып жіберіпті. Бір агроном кісі кесуге болмайды деп айтып жатыр деп. Енді білмеймін оның қандай агроном айтқанын. Егер де тәжірибелі агроном болса, негізі олай айтпауы қажет еді. Білмеймін, бірдеңкеге сүйеніп айтқан шығар. Бірақ та мен көріп жүрген тәжірибеде ол біздегі жағдай солай. Көшеттеріміз тамырынан айырылып келеді. Тамырлары 80%, кейде 60%, кейде 70% зақымданған күйде келеді. Сондықтан да міндетті түрде үсті мен астын сәйкестендіруіміз керек.
Егер енді жабық тамыр жүйесі деген болады, горшокта сатылатын болса, ол кезде кесу керек емес. Ол кезде оның тамыры бүтіндей келеді. Сіз алдыңызда горшоктан шешесіз де отырғыза саласыз. Ол кезде сіз көктем ба жаз ба қарамайсыз, жаз күнінде де отырғыза беруге болады. Өйткені ол жерде тамырды зақымдану болмайды. Ал енді ашық тамырда жерден қазып алынған көшетті әкеп отырғызған кезде міндетті түрде кесу керек. Менің көргенім сол көшетті сататындар осындай 3 жылдық болсын 4 жылдық көшетті сатып алған жағдайым болды. Оның бәрінде сондай биіктігі 2,5 метр, 3 метр биіктігі өте әдемі. Ал енді тамыр жоқ, тамыр 20 сантиметр ғана, 30 сантиметр ғана, осындай ғана тамырмен келеді. Ойлаңыздар, ондай көшет қалай алып кетеді? Егер сіз жоғары жағын қалдырып қойсаңыздар, өскен былай тұрсын, желге де төзімділік болмайды. Желге де төзімділік болмайды ондай көшетте. Өскен былай тұрсын, өспейді де олай көшет. Жаздың ыстығына шыдай алмай, жапырақтағы ылғалды қамтамасыз ете алмай, олар қурап кетеді. Сондықтан да үсті мен астын сәйкестендіреміз. Оянбауының себебі де сол болуы мүмкін. Егер де сіз үстін кеспей қойсаңыздар, асты тамыры аз болса, бұларда баланс болады үнемі. Олар сонша көп бүршікті оята алмағаннан кейін, ол үш жағынан бір-екі жапырақ әр жерден оятады да, өйткені одан басқасын қамтамасыз етуге бұлар есептейді. Бұлардың іште өздерінде есебі болады. Баланс жоқ болғаннан кейін көп бүршік оята алмайды. Мысалы үшін мына сияқты ұзын бұтақты біз кеспей қалдыратын болсақ, отырғызған емес, осы өсіп тұрған көшеттің өзінде осылай ұзын болып өскен кезде, жыл бойы келесі жылы осыны кеспесек, ұш жағынан ғана бүршіктер оянады. Төмен жақтағы бүршіктердің өзі жапырақ та шығармауы мүмкін. Өйткені ағаштың өзінің іште есебі бар. Қаншаға менің күшім жетеді, қаншаға менің тамырым жетеді. Мүмкіндігім бар, соны сумен қамтамасыз етуге. Өйткені жазда бұлар жапырақ шығарғаннан кейін бұлардың бәрі тағы да испарение, бойындағы ылғалды шығындай бастайды. Соған ағаш күші жетпейтін болғандықтан артық бұлар бүршік ашпайды. Сондықтан да үнемі бізге мына толықтырып отыру үшін төменгі жақты өсіп тұрған жеміс ағаштарында үнемі біз кесіп отырамыз. Сол кезде мына қажет бұтақтар бізде алыстап кетпейді, артқа қайтарып отырамыз үнемі. Сол кезде біз кескен сайын бұларда төмен жақтан бүршіктер оянады. Біз егер кеспесек, олардың бүршік оянуы жоғарыдан биіктеп кете береді. Бүгінге осындай мәлімет пайдалы болды деген ойдамын. Арнаға жазылып, лайк батырмасын басып қойыңыздар. Келесі эфирде кездескенше.